Мамандығы фермер шаруашылығы, пән механикалық жұмыстар технологиясы, тақырыбы ДДН-100, ДДН-70 жаңбырлатқыш машиналары. Сабақтың мақсаты ДДН-70, ДДН-100 жаңбырлатқыш машиналарының жұмыс принципін, құрылымын меңгерту. Күтілетін нәтиже ДДН-70, ДДН-100 жаңбырлатқыш машиналарының түрлерін, жұмыс принципін біледі. ДДН-70 аспал жаңбырлатқышы ДТ-75 және Т-74 тракторына агрегатталады. Оның негізгі тетіктері рама, жетекті трактордың қуат алу білігінен алатын консольді сорап, бұрамдықты редуктор, машина діңгегін айналдырушы механизм және сору желісін көтеріп түсіруші шығыр. Машинаның су ағынының орташа радиусы 69 метр, бір тұрақтағы суландыру ауданы 0,94 гектар, суландыру нормасы 300 метр куб гектарына болғандағы өнімділігі 0,178 гектар сағатына. Суландыру үшін бір-бірінен ара қашықтығы 100 метр болатын уақытша суландыру арналары қазылады. Су ортадан тепкіш сорап арқылы жаңбырлатқыштың айналмалы діңгегіне беріледі. Мына суретте ДДН-70 жаңбырлатқыш машинасының жалпы сұлбасы көрсетілген. Яғни мұнда қарап отырғаныңыздар егістік алқабында бір орында тұрып мынау жаңбырлату тәсілі көрсетілген. Мұнда екі тұрақты орында суландыру жүйесі көрсетілген. ДДН-100 жаңбырлатқыш машинасы ДДН-70 машинасымен бірыңғайландырылған. Ол Т-150К, Т-4А, ДТ-75 тракторларына орнатылады. Су ағынының радиусы 58 метр, суландыру нормасы 600 метр куб гектарына болғандағы өнімділік 0,15-0,17 гектар сағатына жаңбырлатып суғарады. Мына суретте жалпы ДДН машинасының толық суреті көрсетілген. Мына видеода ДДН-70 машинасының жұмыс істеу принцип видеосы көрсетілген. Мұнда артқы трактордың қарап отқандарыңыздай артқы қуат алу білігі арқылы, су насосы арқылы суландыру жүйесі көрсетілген. Яғни жаңбырлатып суғарып жатыр. Бақылау сұрақтары ДДН-70, ДДН-100 жаңбырлатқыш машиналарының жұмыс принципі қандай, ДДН-70 жалпы қандай мақсатқа арналған, құрылысын түсіндіріңіз. Үй тапсырмасы тақырыпты конспектілеп, дәптерге түсіріңдер және бақылау сұрақтарына жауап жазыңдар. Ескерту: түсінбеген сұрақтарың бойынша WhatsApp немесе Classroom бағдарламасы арқылы тақырып астына сұрақ қойып, кері байланыс орнатуларыңызға болады. Назарларыңызға